Үлкен ұлым үйленем дегенде қуанышымда шек болмады. Көптен күткен қуаныш еді. Дайындықты да бастап кеттік. Сөйтіп жүргенде ұлым құда-құдағиыңыз сізбен ақылдасқысы келеді. Шайға шақырып жатыр, деді. О заманда бұл заман қыздың әке-шешесі ақылдасуға шақырғанын бұрын-соңды естімеппін. Бірақ қуаныш, толқу үстінде жүріп, оған аса мән бермедім. Болашақ құдаларым ашық жарқын сияқты көрінді. 5 қыздары бар екен, 3-еуі тұрмыс құрыпты. Біздің келін 4-ші қыз екен. Құдалар асықтырған соң мен де қарап қалмадым. Намысқа тырысып, тойға мына кірістім. Құдалар жағы ұзату той жасап шығарып салды. Кәдемізді жасастық. Бәріміздің көңіліміз тоқ. Келінімізді алып үйге қайттық. Бірден байқағаным, келіннің қабағы ашылмайды екен. Шекесі тырысып жүретіні ұнай қоймады. Сонда да ұлымның таңдағаны деп баламдай көруге тырыстым. Сол кезде оның келін емес, кесір боларын білсемші. Келінім келген күннен ақ өнерін шығара бастады. 2 күннің бірінде бетін басып жылайды да жатады. Балам болса жалынып, жалпайып, соның әуеніне төңкеріліп жүргені. Үй шаруасына да екемсіз. Бір нүктені бассаң кірің жуылып шығады. Су тасымайсың, ыстығы да, суығы да дайын. Шағында болса баспанамыз бар. Бірақ оған шүкіршілік ететін келін болмады. Қысқасы, келінге өзім келін болдым. Таң бозынан кеткеннен жатар орынға бірақ келеді. Тамақтарын жасап, үйді тазалап күтіп отырамын. Әйтеуір солар тыныс болсыншы деп жүргеніме де 6 жыл толыпты. Келінімнің өнері көбейіп түрлене түсті. Тырнақ жалғата қоймадым деп бір жылады. Өзім осы тырнақ деген бәлеге бұрыннан ақ қарсымын. Мұсылман баласымыз, сояуда тырнақ тазалыққа да келмейді ғой. Бірақ мұны түсінетін келінді көрмедім. Ақылын айтып, барған жеріңе тастай батып сутайсың деуге тиіс құдағайым, керісінше 2 күннің бірінде маған телефон соғып лекция оқитын болды. Өзімнің жалғыз қызым осыдан 5 жыл бұрын тұрмысқа шықты. Көп балалы отбасына барды. Қызым, мені жерге қаратпа. Сен енді менен кеттің, енеңнің тәрбиесіне өттің. Сол әулеттің тілеуін тіле. Атаң мен енеңе қызмет қыл, күйеуіңді сыйла деп ақылымды айттым. Құдайға мың шүкір. Қызым осы күнге дейін ата-енесінің қолында тұрып жатыр. Бір рет ренжігенін көрген жоқпын. Отбасы болғаннан кейін әрі үлкен әулет болған соң олардың да өз қиындықтары бар шығар. Бірақ қызым соның біреуін де маған айтқан емес. Келсе баласын жетектеп, күйеу балам екеуі қыдырып келеді. Жөнімен келіп, сыйымен кетеді. Бір құдай куә. Қызымның отбасына араласқан емеспін. Үйінде не болып, не қойып жатқанын қызым айтпайды да. Қонаққа шақырса алдыма қойған асын ішемін де кетемін. Басқасында шаруам жоқ. Ал біздің құда менен құдағайдың тәрбиесі сәл бөлекше екен. Құдашалар да ұлыма қайта-қайта телефон соғып маза бермейді. Сен неге бүйтпейсің, неге сөйтпейсің деген таусылмайтын әңгіме. Енді ғана немерелі боламыз ба деп жүрсек, келіншірақ бөлек шығамыз деп қарап тұр. Егер екеуі өзара жақсы тұрып, мен кедергі болып отырсам, соларда алғашқы күні ақ еншісін беріп бөлек шығарар едім. Бірақ отбасына ие болатын әйелді көрген жоқпын. Ақыр аяға баламның киімдері жуылмайтын болды. Дайын тұрған кір жуғыш машинаға киім салуға ерінетін кербес келіннен не күтерсіз? Жағалы киім, іш киім, ағы менен қарасы, оған бәрібір. Көзіне көрінген киімді түгел тыға салады. 1 рет, 2 рет ескерттім. Кердеңдеп өте шықты. Балам үшін үндемей жүрдім. Bir күні құда звондайды. 2-ші күні құдағай хабарласады. Қызыма бүйтпепсің, қызыма сөйтпепсің, көйлек әпермепсің, кілем жуғызып қойыпсың, айтуға да тұрмайтын ұсақ түйек әңгімелер. Құрметті менің оқырмандарым, кербес келін мен енесінің хикаясының жалғасын тыңдағыларыңыз келсе, менің каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазуды да.